Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ақтауыс кизат арнасы. Бүгінгі видеода біз Қазақстан No.1 серверіне обзор түсіретін боламыз. Ендеше кеттік. Mój dans ma grab, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i roznam gra. Mam duszę starca, nie lubię walca na palcach hand. Na palcach hand, na palcach hand. Mój dans Осы серверге кіргенде, осы жерден шығатын боласыз, бомждың скинімен. Осы жерден шығасын, сразу қорап болуын жұмысына барасыз. Сол жерден 100 000 теңге береді. Соның арқасында тез дамып кетуіңізге болады. Ал мен сендерге сол дамып кеткеннен кейін, машина алғаннан кейін қай жерге бару керек екендігін көрсетемін. Қызықты жерлерді көрсететін боламын. Мен сіздерге айта кететін болсам, осы спаунның астында мына жерден келе жатып солға бұрылсаңыз, міне осылай келеді. Әне көріп тұрсаңыздар, будка тұр. Соның ішіне кіріп, штраф төлеуіңізге болады. Осындай штраф төлейтін жер барлық қалада бар. Мен сендерге сол барлық қаланың осындай жерлерін қазір осы видеода көрсетіп беретін боламын. Мінеки достар, біз Mercedes және BMW салонына келіп жеттік. Алғашында біз Mercedes салонынан бастайық. Ішінде қандай машиналар бар екенін және қалай жүретінін қазір көретін боламыз. Үстіне көтерілейік. Лупарик бар, яғни Mercedes-Benz E55-тік. Кабан бар. Мына машиналардың бәрін өздерің түсінесіңдер. Тест-драйвында тұрады. Тест-драйвтан ертерек шығып кету үшін машинаның қалай шығасыз? Интермен или F-пен шығып кетуге болады. Мысалы, міне Майбах. Майбахқа енді ақшам жетпейді. Майбах тест-драйв айдап көрейік. Қараш қандай әдемі екен. Қараңдаршы достар. Көлікті 2 деген F2-нің астындағы 2 деген санмен қыздырасыз. Осылай тест-драйвта жүресіз. Тест-драйвта міне шығып кету үшін F деген кнопканы баса саласыз, болды. 1 минут күтудің қажеті жоқ, уақыт алады. Тек 1-2 рет айналып беріп шығып кетуіңізге болады. Mercedes салонын көрдік, енді BMW салонына басып қойдық. Және достар, осы серверде ең маңызды зат ол FPS. FPS бұл серверде комптарыңыз тіпті слабый болса да, FPS 30-40 тартып тұрады. Менің өзімнің ноутбугымда 40 FPS болып тұр. Стабильно. Банк. Өздерін білесіңдер, банк. Ал міне BMW салонын көрейікші. Не бар екен? BMW E34-тік. Мына машина араңдар. F90. M4. X5 жақсы машин. Күшті машин алың. Советую. Қайсы тест-драйв жасап көрейік. Жүргенде де жақсы, мягко жүреді екен. Қалталарыңда 65 миллион болса, смело ала беріңдер, жақсы машин екен. Мендегі 65 миллион жоқ, және осы сервердің администраторы, яғни создателі Алмаз Қансейітов, менің жақын досым. Содан админка донат, смело ала беріңдер, жақсы бала. Шығып кетейік тест-драйвтан.
Менде неге 40 FPS емес дейсіңдер? Мен қазір бандикамен видео түсіріп тұрғасын. FPS енді 10 сондай санға азаяды. 10-ға 20-ға азаяды. Сол үшін менде қазір 20 FPS болып тұр. Енді біз қауіпті аймаққа барып көрейік. Сол жерге барғаннан кейін видеоны қосатын боламын. Үстіне көтеріліп көрейік мынаның. Ё-моё. Парковка ғой. Не, в общем, астындағы круг тұр. Осының бәрі қауіпті аймақ. Осыдан жарысып, мопедпен, пешком жарысып өтуіңізге болады. Мен айта кететін болсам, 6-7 күн сайын жарыс өткізіп тұрам. Жарыс, яғни қымбат көліктерге болады. Арзан Жигули, Шоха дейтіндерге болмайды, қымбат көліктерге болады. Ал осы қауіпті аймақтан кішкене жоғары көтерілсеңдер, мынақта барлық сервердікі бірдей, енді базар тұрады. Базарда сендер машинді сатып, машина ала аласыңдар. Достар, біз екінші қалаға да келіп жеттік. Мына қаланың аты Лас Вентурас. Бұл қалада да көптеген қызықты жерлер бар. Соның біреуі салон болып саналады. Бұл жерде Европа салоны орналасқан. Қазір мен сендерге көрсетем қай жерде. Европа салон, міне, радардан көріп тұрған шығарсыңдар, меткі тұр. Қызыл меткі тұр және көк банктікі тұр. Осының ішіне қазір кіретін боламыз. Ішінде көптеген қызықты машиналар бар. Range Rover, Mitsubishi Lancer, Porsche, Nissan, Rolls-Royce, Lamborghini, 2 Lamborghini бар, Ferrari, Bugatti Chiron және Divo. Divo бұл жерде, бұл серверде және барлық серверлерде ең қымбат машина болып саналады. Bugatti Divo'ны енді донатпен солай сатып алуыңызға болады. Кәне тесттер жасап көрейік. Ойбай, бір W деген басып қалсаңыз уже ұшайын деп тұрған машина екен. Өте тез жүреді. Қазір жылдамдығын тексеретін боламыз. До конца мына қатырайық. Кеттік енді. Достар, қараңдар. Жабысып қалдым ғой текстураға кәдімгі. Достар, біз Европа салонынан шықтық. Ал мына картада тағы F11-ді бассаңдар, және Ш деген кнопканы бассаңыз, әне қараңыз, қаншама коттедждер сатылмаған. Қазір соларды көретін боламыз. Және менің екі үйім сол жерде, солардың ішін көрсететін боламын. 15 миллион тұрады. Ала беріңдер, смело ала беріңдер. Іші әдемі, жақсы. Міне мына жерден осы қалада штраф төлейтін жер. Міне розовый меткіге тұрып штрафтарын төлей бересіңдер. Үйлер тек мына жерде емес, олар барлық жерде орналасқан, бірақ мына жерде енді коттедждер әдемі көрініп тұрады. Байлардың үйі. Менің клавиатурамның дауыстарына назар аудармай қойыңыздар, кешірерсіңдер. Ноутбук болғасын сондай дауыстар шығарады. Міне коттедждер. Олар өте әдемі, іші де сырты да әдемі. Міне менің үйім. Міне осы үйді мен ерекше әдемі көрдім. Үлкен кең орналасқандықтан. Қазір ішіне кіретін боламыз. Ішіне кіріп, мына менің паролім жазып кіре беруіңізге болады. Пароль 2003. Міне ішін. 2 комнат бар, міне мына есік және мына есік. Мына жерінде кухня. Мына жерінде де бір кухня ма, бір тамақ жейтін стол ма, кітап оқитын ба, әйтеуір. 2 жер, 4 комнат үй ғой. Әдемі орналасқан. Смело ала беріңдер, 15 миллионға тұратын үйлер. Бұл жерде үйлер өте көп. Міне достар, біз жарысатын жерге келдік. Ол мына жерде тұр. Яғни
мен жүрген жерді қара. Зона 50 60 3 2 1 кеттік. Ай, адайыз. 10.000 теңге толды. Болды ма? 10.000 теңген беру керек бана. Өзі беріле ма? Кеттік онда. Ай, сыран алысып кетеді Bugatti Diva мен жүргесін. Адайыз геликпен жарысақ дейді. Ал көрейік. Геликпен енді мен ұту керек. Өзіме сенімдімін, бірақ енді FPS-те решать ететін шығар. Осындай кезде FPS решать етіп болуы мүмкін. Кеттік тұрайық. Видео түсіріп жатсың ба дейді. Міне қазір жарыс басталады 3 секундтан кейін. Енді түсіндік екенбіз қалай жарысу керек екенін. 3 2 1 кеттік. Давай. Қалай осып кетті мені? Адайдысы жақсы жарысады екен. Даже қатты еді екен. Кетті ғой менсіз. Жете алмаймын. Молодец. Кеттік онда достар, басқа қалаға барып. Міне достар, біз ана Лас Вентурас қаласын аяқтап болдық. Уже түн кеш болып кетіпті. Қазір Сан-Фьеро қаласына аттанатын боламыз. Сол жерге келгенде мен видеоны қосамын. Міне достар, біз Сан-Фьеро қаласына да келіп жеттік. Бұл жерде де салон бар, 2 салон бар. Және бір салон өте қызық және кеше салон болып табылады. Қазір мен сендерге оны көрсетіп кететін боламын. Міне достар, біз жаңа айтып отырған ерекше салонымызға келіп жеттік. Мына жерде жан толтыратын зат бар, ХП толтыратын. Соның қасына өтіп жүгіріп өтіп кетсеңіз жан толады. Міне мына салонның бір ерекшелігі, осы қызыл маркаға тұрасыз да мотоциклдардың салонын көресіз. Велосипед, BMX, ондай және әртүрлі мотоцикл түрлері бар. Кәне біз мына жерден мынаны оқып көрейік. Менде ол штраф төлеу керек дейді. Заодно сендерге осы қаланың штраф төлейтін жерін көрсетемін. Штраф төлейтін жері осы салонның қасында. Әне көк төртбұрыш бар, цилиндрді көріп тұрсыз ғой. Сол штраф төлейтін жер. Осы Сан-Фьеро қаласының, кәдімгі GTA San Andreas'тегі Сан-Фьеро қаласының түрмесі және полицейский учаскесі. Міне осы мына жерде шлагбаум болу керек еді, қайда екенін білмеймін. Осы будкіден келіп, әне розовый маркаға тұрсаңыз, тұрып штрафыңыз төлейсіз. Міне 11.000-ға шығып кеткен штрафтың бәрі. Ё-моё. Оны штраф төлеп, жаңағы велосипедтерді или мотоциклдерді ала беруіңізге болады. Банктен даже сумма береді екен, қараң достар, чаттарың. Вам начислено 1,5% от суммы в банке дейді. 500.000 теңге беріп тұрады екен банкқа ақша салсаңыз. Жақсы екен. Міне мынау екінші салон, Toyota және Lexus салоны. 3 Toyota мәшін және бір Lexus бар. Lexus 570-дік, өте жақсы мәшін. Ол менде бар, мынауда бар. Қайсына мәшінге біз тест-драйв жасап көрейік? 70-дікке. Toyota Camry 70-дік. Міне дұрыс бұрылмайды екен достар. Бүйтіп бұрылғанда ауыр бұрылады. Тез төңкеріліп кетеді екен.
Қайсысы 55-тікті көрейік. 55-тік бұдан жақсырақ шығар, арзан және жақсы болу керек. Иә, 55-тік бұдан жақсылау көрінеді. Және айдағанда да 70-тіктен 2-3 есе жақсы айдалынады. Жаңағы 70-тікті көрдіңіз ғой, өздерің төңкеріліп отыр, бұрып қалғанда төңкеріліп кетеді. Осы 55-тікті 9.500.000 ала қойын. Жақсы мәшін екен. Мына екеу бар менде, қазір айдап көрсетем. Міне мотоцикл, жаңағы салондағы мотоцикл. Мен алғым келіп жүрген. Бұны қыздырудың да керек жоқ екен. Осы айдап барасыз. Мен сіздерге қазір Акина тауын көрсететін боламын. Акина тауы осы салоннан, Toyota Lexus салоннан тіп-тіке ана мош жаққа жүре бересіз. Міне Акина тауына да келіп жеттік. Акина тауында адамдар жұмыс жасап жүр. Және бұл жерде бензин тасығанда Акина тауына тасысаң 2 миллион береді. 2 миллион береді. Оңара қандай әп-әдемі жап-жарық. Біз қазір күнді қояйық. Сағат 12 қойық. Картаны қараң, бір жұмыс шығар атыр. Акина тауынан 2 миллион теңге табуға. Және осы қалада аурухана бар. Егер сіз өлуді бассаңыз, немесе бір қағып кетсе, бір өлтіріп кетсе, өліп қалған жағдайда, осы ауруханадан шығатын боласыз. Басқа серверлерде өлу деген бір әдемі емес, жаман жерден шығасыз, сол мына қараңыз, қандай әп-әдемі кең жерден шығасыз. Өзім өліп қалғанда, сервердің ішінде өлгенде, өзім түсінбей қалдым, қаяқтан шыққанын білмей қалдым. Әдемі, маған ұнады осы сервер. Осы сервердің создателі Алмаз Хансейітов. Осы сервердің IP-ін бәрін описанияда, VK группасын бәрін описанияда қалдырып кететін болатынмын. Және Kingstar деген команда ашып алдық біз, ютуберлердің командасы. Оған 300 подписчиктен жоғары адамдарға кіруге болады. Бізде қазір 7 участник, тағы 3 керек. Кімде 300 подписчиктен көп және адекватный болса, сол менің ВК-ма жазсын. Или Мадияр Сағатали деген баланың ВК-сына жазсын. Соны қабылдаймыз. Ал ендеше қош сау болыңыздар.